Қайырлы күн, достар. Бүгін духовкада цветная капустадан ерекше тағам дайындайтын боламыз. Бұл тез пісетін, тағамдық жағынан өте бағалы өсімдік. Тағамды дайындау үшін бізге 300 граммдай цветная капуста, 200 граммдай сыр, 2 жұмыртқа, 2 тіс сарымсақ, кептірілген нан ұнтағы керек. Әуелі сырды үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң сарымсақты үккіштен өткіземіз. Үстінен нан ұнтағын қосамыз, 2 жұмыртқаны жарып, тұзды қосамыз. Барлығын араластырамыз. Дайын болған массаға цветная капустаны салып, араластырып, пешке арналған ыдысқа жеке-жеке қойып шығамыз. Пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Міне, достар, өте дәмді, пайдалы тағам дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің ерекше рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.